Barchaga salom dostlar, sizlar men sport жаңалыктары. Videoni boshlamas burun arnaga kelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Janibek Alimxanұлы Canelo men ayqasga қатысты ma'lumotni jasadi. Qozog'istonlik bokschi Janibek Alimxanұлы Meksikalik Saul Canelo Alvarez bilan jekpe-jekka қатысты o'z o'yinini aytdi deb xabarlaydi. Meksikalik bokschi 18-qirkuyek Las Vegasda o'zga qozog'istonlik Gennadiy Golovkinni jenggan bo'lатын. Canelo o'nay jenemin deganimda, кейбір жанкүйерлер маған payday karьерадағы ең үлкен гонорар деп жаза бастады. Ол не деген сөз? Мен Alvarezбен ақша үшін ғана айқасқым келеді деп ойлайсыздар ма? Маған өзімдікі жетеді. Менде қажеттінің бары бар. Мен ақша үшін емес, тарихқа кіру үшін айқасамын. Payday, күлкімді келтірмеңдер деп жазады Janibek Twitter желісінде. Canelo мен спаррингтер өткізген қазақ боксшының келесі айқасқа нақты белгіледі. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлының WBA World белбеулері ие кубалық Давид Мораллимен жекпе-жегінің уақыты мен орны белгіленді. Боксрек мәліметінше 12 раундтық айқас 5 қараша ақштың Миннеаполис қаласында өтеді. Еске салайық, Ербосынұлы былтыр Астанада гайналық Ленокс Аленда нокаутқа түсіргелі ринге шыққаны жоқ. Боксшының командасы Мораллимен 1 жыл келіссөз жүргізеді. Ал көктемде қазақстандық боксшы Саул Канело Алварестің спаррингдегі серігі болған еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.